Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Обосын Леспекқызы, кардиолог және диагноз дәрігерімін. Бүгінгі видео көп адамдарға, әсіресе жастарға мамандық таңдауға көмектесетін видео болайын деп тұр. Мен сіздерге өзімнің мамандығымды не себепті таңдағанымды айтып беремін. Негізі жас кезімізде, бала кезімізден мен адамдарға көмектескенді қалайтынмын. Жүрегім соған тартып тұратын. Адамдар бір жері ауырса, егер біреу бір жағдай болып жылап жатса, сол кішкентай кезден сол адамның басынан сипап, соларды құшақтап, бір көмектесуге талпынып, көмектесуге ұмтылатынмын. 9-10 сыныптарда мамандық таңдау керек болған кезде көп ойланып, дәрігерлік мамандығын таңдауды шештім. Оның бір себебі, менің анам сол 10 сыныпта қатты ауырды, жүрек ауруымен ауырды, жүрегінің қатты ауру сезіммен. Сол кезде бір дәрігер, кардиолог дәрігер таба алмадық. Мен қысқаша өмір баянымды айтатын болсам, 1988 жылы Арыс қаласы, қазіргі Түркістан облысы, Арыс қаласында дүниеге келгем. 11 жылдық оқуымды нөмір 11-ші Бауыржан Момышұлы атындағы қазақ орта мектебінде бітірдім. 2006 жыл мен 2013 жыл аралығында Алматыдағы Санжар Аспендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде емдеу ісі мамандығы бойынша оқуымды тамамдадым. Оның ішінде интернатурада кіреді, 2013 жылы оқыған. 2015 жылы қайта даярлықтан өтіп, яғни Алматы мемлекеттік дәрігерлерді қайта даярлаудан өткізетін институтта кардиология саласы бойынша қайта даярлықтан өтіп, қазір сіздердің алдарыңызда кардиолог дәрігері болып отырмын. Сонымен қатар 2019 жылы функционалды диагностика мамандығы бойынша қайта даярлықтан өтіп, ол Тараз қаласындағы дәрігерлерді дипломнан кейінгі оқыту институтында қайта даярлықтан өтіп, функционалды диагноз дәрігері болып та жұмыс жасаймын. Қазір мен тек қана кардиолог қана емес, функционалды диагноз дәрігері болып жұмыс жасаймын. Бұл дегеніміз, жүректі тек қана емдеп қана қоймай, жүрек ауруларын диагностикалау мен де айналысып келемін. Еңбек өтілімім 10 жылға жақындап қалды. Еңбекпен табандылықтың арқасында жасап келе жатырмын. Еңбегімді бағалап жатқан өзімнің халқыма алғысымды білдіремін. Мамандық таңдау мәселесінде көп ата-аналар болсын, балалар болсын, қатты маңызды екенін біле тұра, жеңіл-желпі мамандықтарды таңдауға тырысады. Негізі мүмкіндіктеріңіз болып жатса, маңызды мамандықтарды таңдауға және ол мамандықтың баланың болашақ өміріне үлкен бір жол сілтейтін, жаны жай табатын дәрігері болып, көмекшісі болып, алғысын аласыз. Дәрігерлік көп еңбекті талап ететін мамандық. Егер сіз еңбекқор, өзіңізге сенімді болатын болсаңыз, осы мамандықты таңдасаңыз болады. Мен кардиолог боламын деп 10-ші сыныпта таңдадым, бірақ кардиолог болып 2015 жылы, яғни оқу бітіргеннен кейін 2 жылдан кейін кардиолог деген қағазымды алдым, яғни кардиолог болып жұмыс жасауға рұқсатымды алдым. Оған дейін терапевт, лабораториядағы дәрігер болып жұмыс жасадым. Кардиолог болып 2015-тен бастап жұмыс жасап бастадым. Өз мамандығымды жақсы көргендіктен өзімнің ісімді сенімді түрде жүргізуге сондай үлкен әрекет жасап жатырмыз. Өзімнің ісімді алға басу үшін үлкен күш әрекеттер жасап жатырмыз, үлкен білімдер керек. Сол білімді пайдаланып жатырмыз. Қазір өмір бір орында тұрып жатқан жоқ. Біз оқыған кезінде осыдан 10 жыл болған информация қазір өзгеріп отырады жыл сайын. Сондықтан дәрігерлік ол өмір бойы оқу керек болатын мамандық.
өмір бойы еңбекқорлық пен табандылықты талап ететін мамандық. Егер сіздің балаңыз дәрігерлікті таңдағысы келсе, сіз қолдау жасаңыз, көмектесіңіз. Яғни осы дәрігерлік мамандығын абыроймен атқаруға, абыроймен алып шығуға отбасындағы мүшелердің де көмектесуі өте маңызды. Менің танысқаныма қуаныштымын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта маңызды тақырыптарды қарапайым қазақ тілінде видеолар салып отыратын боламын.